Сіз өмірде қандай әжесіз? Өзінің ұрпағын, өзінің немерелерін, өзінің балаларын жаңағы сәбилерді сүймейтін әже жоқ. Әрқашанда сағынысып көрсеміз, біреусі жаңағы өзім жанымда, біреусі басқа қалада, сонда біресе анда, біресе мында жаңағы жүгіріп жүрем екі ортада. Сондықтан балаларыма, немерелеріме сүйкімді әже шығармын деп ойлаймын. Ұрпақ тәрбиелеудегі ұстанатын қағидаңыз? Осы ұрпақтарымыз иманды болу керек, білімді болу керек, тәрбиелі болу керек. Имандылық деп оның өн бойындағы, айналасындағы жаңағы адамдарға қарым қатынас. Айтады ғой қазақтар, иман жүзді деп. Оның бойындағы бар жақсы қасиет көрініп тұру керек. Сонда айтады, қандай иман жүзді бала деп. Сондықтан ұрпағымыз шынымен де иман жүзді, білімді, мейірімді болса екен деп ойлаймын. Ұл тәрбиеледім, Құдайға тәуба, қазір 2 немерем бар. Солар жаңағы иманды болса екен. Қазақтың салт дәстүрін, қазақтың әдет ғұрпын, қазақтың тілін, қазақтың мәдениетін, соны бұрыннан келе жатқан әдет ғұрп. Солардың барлығын осы немерелерім бойына сіңіріп өссе екен деп ойлаймын. Мысалы, менің кішкентай немерем қазіргі мынау жаһандану заманында мынау компьютер, сотовый телефон, оның ішіндегі дүниелердің барлығы орысша, балалардың қызығып көретіні сол. Сондықтан кішкентай кезінен оның тілі де, ойлау қабілеті де жаңағы орысша болды. Содан өзім қолым алдым. Өйткені қазақ болып өсу керек, қазақ болып тәрбиелену керек. Өзінің ұлтының кім екенін, қандай қадір қасиеті бар екен, олар біліп, сезініп, сонда патриоттық сезімдер оянып, олардың ел үшін, жер үшін қызмет жасайды. Адам болып қалу үшін не істеу керек? Ең бірінші тәрбие керек. Тағы да айналып беріп, білім. Одан кейін еңбек. Осы үшеуі қосылса, адам болып қалады. Ал сен еңбек етпесең, сен оқымасаң, білім алмасаң, кім боласың? Айналаңдағы ортадан шығып қаласың. Адам болып қасиеті болмай қалады. Қандай бала болдыңыз? Еңбек деген сабақ болды. Сол еңбек деген сабақтарда, мысалы, мектептің ауласын сыпыратынбыз, мектепте класстарымыздың ішін тазалап, соларды жөндейтінбіз. Біздің жақта кезінде виноград, жүзім өсті, қарбыз өсті. Сонда соны жинауға апарады. Талай атыстық қой. Ана қарбыздың бөліп бір-бірімізге тұра. Бет-аузымызды қып-қызыл қылып. Сонда енді білмеймін айту. Балалар сонда бір, қалай десем, еңбек қорма, сол жұмыстарды бітіріп келеміз. Мен өзім, мысалы, біздің ауылда жаңағы қойларды көктемде жаңағы қырыққаннан кейін тауға айдайды. Сонда көпке дейді, көпкеге салады. Соны санайды. Сонда ана жүндерді қырқады ғой. Қырыққан кезде өлшейді. Сонда біз мектептің балалары жаңағы жүндерді жинаймыз. Барып қанша соны өлшеп, соны анау машинаға тиейтін жерінде соған апарып бәрін жинайтынбыз. Тіпті Сақманға барған күндеріміз болды. Мектептің балалары 10 күннен жаңағы ауысып,
Сақман дейді, қойлар қоздайды ғой көктемде, март, апрельде. Сол кезде 10 күннен жаңағы қозыларды енесіменен табыстырып, соларды емізіп, соларды күтіп баптап, сондай күндер болған. Сізге қатты әсер еткен оқиға? Шешем қатты ауырып жатқан кезде ағайымның қайтыс болуы. Жол апатынан ағам кетті. Бір күннен кейін шешем қайтыс болды. Бірақ шешеме ағайымның қайтыс болғанын айтпадық. Өйткені өзі қиналып жатқан адам, одан ары қиналмасын дедік. Сондай өмір. Ең қатты қуанғаным өмірде ұлымның дүниеге келуі. Неге екенін білмеймін, мен бұл дүниеден сол ұлды күттім. Босанып жатқан кездің өзінде де ұл деп айтса екен, ұл деп айтса екен деп. Сонда бітеп көрсеткен кезде ұл деп қатты қуандым. Тәуба. Сол ұлымның қызығын көріп келе жатырмын. 2 алтындай немерем, алтындай келінім. Солардан қызық қазір. Қазір солар үшін өмір сүріп жатырмын. Әже ана ғой. Баласыз, немересіз бұл өмір тұл. Сондықтан әрбір сағатын, әрбір минутын, оның кіргенін, оның шыққанын, соны қызықтаумен өмір сүресің. Әже деп алдыңнан жүгіріп шықса, бүткіл дүниенің бәрін ұмытасың. Уақыттың қадірін біліп жүрміз бе? Міне өзім 70-тен асып бара жатырмын ғой. Уақыттың қадірін білген емеспін. Әйтеу айтамыз ауызбен. Уақыт өтіп бара жатыр, зымырап. Деп білінбей өтіп бара жатыр, мына өмірі не деген тез зымырап. Кеше ғана 18-ден бүгін 70-ке келдім деп мысалы, не деген зымырап жатқан уақыт деп айтамыз ғой. Соның уақыттың қадірін білмеймін. Жастарға айтар ақылыңыз? Әке шешеміз айтады ғой, біреудің ала жібін аттама деп. Біреуді қарғыстама дейді. Біреуді жамандама дейді. Сондықтан менің айтатыным, ешкімнің ала жібін аттама, өтірік айтпа, өсек айтпа. Адал еңбек ет. Айналаңа нұрыңды шаш. Сонда жететініңе жетесің. Білім. Білімді болсаң, сауатты болсаң, елде көгереді, жерде көгереді, өзіңді көгересің. Сондықтан білімге көп көңіл бөлу керек жастарға. Қиналған сәтте нені сүйеніш етесіз? Есің алдын, әже деп немерең шыққан кезде дүниенің барлығын ұмытып кетесің. Оның иісі, оның мойныңа асылып еркелегені, жаңағы әже мынау, мен ғана кішкентай немерем астрологияға сондай құмар өзі 7 жаста. Сонысын айтып шығады алдымнан мысалы жүгіріп. Анау ай менен күн бетіпті, анау ананы айналады. Сол дүниенің барлығын ұмытам. Адамнан артықшылығы неде? Сауатты болсаң, білімді болсаң, тәрбиелі болсаң, айырмашылықтың ең үлкені осыда жатыр. Өнердің тұлға ретінде қалыптасуға қосқан үлесі? Тұлға ретінде өзімнің ұстаздарым, өмірден өткен
Хадиша Бөкеева, Әшірбек Сығай. Осы өмірге менің атақ абыройым барлығы сол ұстаздарымның арқасы. Солардың еңбегі. Хадиша апамды да, Әшірбек Сығайды да бүкіл Қазақстан біледі. Хадиша апам өте мәдениетті, өте ұстамды, өте білімді, өте инабатты. Ол кісіден ешқашанда бір артық сөз естімеппін. Әй балақай, деп сөйлейтін. Ашағаңда, Әшірбек Сығай, қазақтың сөзінің майын тамызатын. Ол кісі ешкімді ренжітпейтін. Беттен алып төске шауып, мен жаңағы сыншымын деп, ана жері анандай, мына жері мынандай, мына спектакльдің деп айтпайды. Ол кісі өте мәдениетті. Айтады ғой қазақтар, мақтамен бауыздайды деп. Сондай әдемі жеткізеді. Келінді қызындай қабылдау дұрыс па? Келінді қызындай қабылдап, келін қып ұстау керек. Ер азамат шаңырақтың иесі болса, келін дастарханның иесі. Алладан сұраған ең үлкен тілегіңіз? Алладан менің сұрайтыным ең бірінші елдің амандығы. Қазір қиын болды ғой. Ел аман болса, жұрт аман болса, біз аман. Сондықтан елдің амандығы, Алладан тілейтінім, туған туысқанымның амандығы, немеремнің, отбасымның амандығы. Соны Алладан тілеймін. Қолымды жайып тұрып Алладан тілеймін. Тек еліме, жұртыма, бала-шағама, немере шөбереме, менің болашағым, соларға амандық бер деп тілеймін. Сіздің ақиқатыңыз қандай? Менің ақиқатым, тәуба, Құдайға шүкір, 70 жыл Құдайдың берген өмірін сүрдік. Жақсыны да көрдік, жаманды да көрдік. Қызмет жасадық. Адал. Немерелі болдық. Балалы, шағалы. Қазір тәуба. Ел жұрт таниды. Әже қалыңыз қалай. Жүз жасаңыз, аман жүріңіз. Киноларға түсе беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, дейді. Сондықтан немере шөберелерімнің алдында, бала-шағам алдында, ел жұрттың алдында әдемі қартаю.